Жобасына қош келдіңдер. Балалар, сендерге кітап оқу жобасында Мархабат Байғұттың Алмастың ағашы атты әңгімесін мазмұндауға бергенмін. Ал енді балалар, бұл әңгімені мазмұндамас бұрын Мархабат Байғұттың өміріне тоқталайықшы. Мархабат Байғұт қалада өте ыстық болды. Жаңбыр жаумай, балалар жаңбырды аңсады. Жаңбыр аңсаған соншақты олар аспанға қарай берді. Бір күні әкесі, ағасы Алмасқа айтты. Азанда ерте алсаң. Балнұр. Мәтіндегі Алмастың әкесінің айтқан сөзі, сен мысалы азанмен таң азанмен тұрсаң, ыстықтамайсың, сондықтан азанда салқын болады. Сен сондықтан азанда тұрып далаға шықсаң, дала жылы болып тұрады. Сосын сен кешке дейін жұмысты да, достармен ойнаған кезде де ыстықтамай жүре аласың. Өте тамаша. Ерте тұруды әдетке айналдырды. Ертесіне мәдениет сарайынан күні шынығатын болды. Өте тамаша, жақсы. Тағы да кім айтады? Қол көтереміз. Ал жарайды, Мирас айта қойшы. Мен қажетті ақпарат алып, азанмен тұрған кезде бізге ыстық болмайды. Және біз қоршаған ортаны қорғауды, өрт болған кезде оларды сойып, оларды сөндіруді үйрендік. Өте жақсы. Қалай аталады? Кім айтады? Нұрсая айта қойшы. Әңгіме Алмастың ағашы. Аха. Жақсы, тамаша. Ал енді осы әңгімеде кейіпкерлерді атайықшы. Қандай кейіпкерлер бар? Кейіпкерлерді атаймыз. Айда айта қойшы. Тамаша балалар. Келсеміз ба? Ал Айданың жауабына. Жақсы. Отыра қойыңдар балалар. Мәтіндегі ең көңілсіз оқиға не болды? Мәтіндегі ең көңілсіз оқиға. Толық жауап берекші балалар. Мәтіндегі Нұрсая айта ғой. Мәтіндегі ең көңілсіз оқиға жаңбырдың жаумағаны. Жаңбырдың жаумағаны балалар. Иә, сол жылы жаңбыр жаумай құрғақшылық болған екен. Тамаша, отыра ғой. Енді кішкентай Алмас қандай ерлік жасады? Кім айтады? Қандай ерлік жасады ол Алмас? Мирас. Кішкентай